Қордай ауданына қарасты Қаракемер ауылында ауқымды жарыс өтті. 4 спорт түрінен сынға түскен азаматтар елдің әр өңірінен арнайы келген. Аймақтағы дене шынықтыру клубының 10 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шараға әріптесім барып келді. Дүбірлі додаға Жамбыл облысы бойынша республикалық, аудандық және облыстық деңгейдегі жарыстардың жеңімпаздары жиналды. Олар бүгін футбол, волейбол, күрес және бокс түрінен бақ сынасып өздерінің шеберліктерін көрсететін болады. Білектің күшін сынға салған байқауға Алматы, Шу, Меркі, Тараз бен Қордай өңірінің бетке ұстар спортшылары келген. Түрлі бағытта өзара мықтыны анықтамас бұрын аудан әкімдігінің өкілдері мен ардагер спортшылар жігерлі жігіттерге ізгі тілектерін жеткізді. Қатысушыларды қанатты сөзімен қайрағандардың қатарында Молдасей Дәулеті де бар. Бұдан кейін де бұл ауылымызда, осы Қордай өңірінде бұдан да жалғастыра береміз. Өзіміздің атымыздан Құдай берсе талай ғимараттар салынады әлі. Бәрі де балалар сіздер үшін, сіздердің болашақтары үшін осындай мүмкіншілік жібермей жақсылап спортпен айналысып, үлкен биікке жете беріңіздер. Жоғарыда айтқанымыздай спорттық жарыстар бірнеше нысанда қатар өткізілді. Атап айтқанда футбол мен волейбол бәсекесі ауылдағы жаңа мектепте ұйымдастырылса, күрес пен бокс спорт кешенінде жалғасын тапқан. Қазіргі таңда футбол турниріне арнайы Қырғызстаннан да қонақ көрші мемлекетімізден де командалар келіп қатысып жатыр. Шу аудандарынан командалар келіп қатысып жатыр. Турнирде жалпы 8 команда, 90 футболшы ойын өрнегін көрсетуде. Болашақта осы футболшылар біздің ел намысын қорғайды, біздің Қазақстанның көк туын әлемдік ареналарда желбіретеді деп сенеміз. Жалпы волейболға қазір 120-дай оқушы қатысып жатыр. Бұл жарысқа Қордай командасы, Әлжан Ана, Сарбұлақ, Қаракемер командасы, Молдасей атындағы Сөртөбе, Масачина олар келді. Тағы да басқа да жарысқа келген командалар көп. Қарсылас командаларымызға сәттілік бәріне. Айрықша айта кету керек. Жамбыл облысы бойынша күрестен қазір Қордай ауданы көш бастап тұр. Бұған балуандардың түрлі деңгейдегі жарыстарда үздік нәтиже көрсетуі сеп болған. Ендігі мақсат Азия чемпионатының жүлдегері болу дейді қатысушылар. Осы жақында болған Жамбыл облысы чемпионатына бірінші орын алып, Қазақстан чемпионатына қатысқан болатын. Және де сол Жамбыл облысы чемпионатынан кейін мен кандидат мастер спорт атағын алған. Турнир қорытындысына сәйкес үздік нәтиже көрсеткен спортшылар арнайы дипломдармен, медальдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Өз кезегінде ауыл азаматтары да аймаққа айтулы еңбегі сіңген Молдасей Дәулетіне алғыс айтып шапан жапты. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.